Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз көп адамды ойландыратын, жүрекке әсер ететін ерекше тақырып туралы сөйлесеміз. Түсіңде жылау жақсы белгі ме? Кей адамдар түсінде қатты жылайды, біреу үнсіз көз жасын төгеді, ал біреу оянып кеткенше жүрегі ауырып жылай береді. Осындай түстен кейін адам ойға қалады. Бұл жамандық па? Бір нәрсе болайын деп тұрма. Неге мен түсімде жылаймын? Бүгін осы сұрақтарға бірге жауап іздейміз. Түс деген не? Түс адамның ішкі жан дүниесінің айнасы. Күнделікті уайым, қорқыныш, қуаныш, сағыныш бәрі түнде түс болып көрінуі мүмкін. Кейбір түстер адамға әсер етпей өтеді. Ал кейбір түстер жүректі қозғатып күні бойы ойдан кетпейді. Соның бірі жылау туралы түс. Түсінде жылаудың жалпы мағынасы. Көп жағдайда түсінде жылау жаман белгі емес. Керісінше, көптеген түс жоруда жылау. Ішкі ауырлықтың шығуы, жеңілдеу, қайғыдан арылу, жүректегі эмоцияның босатылуы деп түсіндіріледі. Яғни адам түсінде жылап, шынайы өмірде жеңілдеп қалуы мүмкін. Неге адам түсінде жылайды? Адам бәрін ішінде сақтай береді. Шаршау, реніш, жалғыздық, айтылмаған сөздер, ішкі күйзеліс. Күндіз үндемеген сезімдер түнде түс арқылы шығады. Кейде адам өмірде жылай алмайды, бірақ түсінде бар қайғысын шығарып алады. Қатты жылау нені білдіреді? Егер түсіңізде өксіп жыласаңыз, дауыстап жыласаңыз, тоқтай алмай жыласаңыз, онда бұл көбіне ішкі қысымның көп екенін, эмоциялық шаршауды, жанның тыныштық іздеп жүргенін көрсетеді. Үнсіз жылаудың мағынасы. Егер түсіңізде үнсіз көз жас ақса, бұл ішкі сағыныш, терең ой, жасырын мұң дегенді білдіруі мүмкін. Мұндай түс көбіне жүрегі нәзік адамдарда болады. Исламда түсінде жылау. Ислам түсінігінде жылау әр түрлі мағына береді. Егер түсіңізде Алладан қорқып жыласаңыз, дұға жасап жыласаңыз, тәубе етіп жыласаңыз, онда бұл жақсы белгі ретінде қарастырылады. Бұл жүректің жұмсақтығы, рухани тазалық, кешірім сұрау сезімі деп түсіндіріледі. Өлген адам үшін жылау. Кей адамдар түсінде марқұм адам үшін жылайды. Бұл көбіне сағыныш, ішкі өкініш, жүректегі бос орын болуы мүмкін. Адам ұмыттым деп ойлағанымен жүрек бәрін сақтап қояды. Түсінде біреу үшін жылау. Егер түсіңізде анаңыз үшін, балаңыз үшін, жақын адамыңыз үшін жыласаңыз, онда бұл сіздің ол адамға қатты байланысыңыз барын көрсетеді. Кейде бұл қорқыныш, оны жоғалтып алам ба деген ішкі сезімнен болады. Психология не дейді? Психологтар түсінде жылауды қалыпты құбылыс дейді. Себебі ми эмоцияны өңдейді, жиналған стресс шығады, жүрек тынышталуға тырысады. Яғни түсінде жылау жанның жеңілдеу жолдарының бірі. Түсінде жылап ояну. Кей адамдар оянғанда да көзінде жас болады. Бұл күшті эмоционалды әсер, терең қайғы, ішкі ауырлық салдарынан болуы мүмкін. Мұндай кезде өзіңізді қорқытудың қажеті жоқ. Кейде жылау жанның айқайы. Адам бәріне мықты болып көрінгісі келеді. Бірақ шаршау, жалғыздық, бағаланбау, түсінбеушілік жүректі іштен қажытады. Сонда түс арқылы жан маған тыныштық керек деп белгі береді. Түсінде жылау кейде жеңілдік. Көп адам мұндай түстен кейін жеңілдеп қалады, ішкі тыныштық сезеді, көңілі босап кетеді. Себебі көз жасы жүректегі ауырлықтың шығуы. Мұндай түстен кейін не істеу керек? Егер түсіңізде жыласаңыз, өзіңізді қорқытпаңыз. Жақсы ойлауға тырысыңыз, демалыңыз, ішкі сезіміңізді жасырып жүрмеңіз, жақындарыңызбен сөйлесіңіз, дұға жасап, жүректі тыныштандырыңыз. Кейде түс ескерту емес, барлық түс жамандық емес. Кейбір түстер жанның тынышталуы, эмоцияның шығуы, ішкі ауырлықтан арылу үшін келеді. Сондықтан түсіңізде жыласаңыз, бірден қорқудың қажеті жоқ. Қорытынды: түсінде жылау көп жағдайда жаман белгі емес. Бұл ішкі эмоция, сағыныш, жанның жеңілдеуі, жүректегі ауырлықтың шығуы болуы мүмкін. Ең бастысы жүректі тыныш ұстау. Құрметті көрермен,
Егер осы видео сізге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып қолдау көрсетіңіз. Сіздің бір тіркелуіңіз бізге үлкен мотивация береді. Пікірге жазыңыз. Сіз түсіңізде жылап көрдіңіз бе? Каналға міндетті түрде тіркеліңіз.